Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы малдың клиникалық диагностикасы. Сабағымыздың мақсаты жұқпалы және жұқпалы емес ауруларды ажырату. Жалпы клиникалық диагностика аурулардың анықтау туралы ғылым. Бұл әдістер ветеринария ғылымның ең маңызды мал ауруларының қазіргі әдіс тәсілдерімен жүйелі түрде анықтап, аурулардың мәнін, сонымен қатар дұрыс диагноз қоюды зерттейтін бөлім болып табылады. Сонымен жануарларды клиникалық тексеру жоспары. Бірінші, ол ауру малмен танысу, оны өз тіркеу және анамнез бөлімдерінен тұрады. Өзіндік тексеру, ол 3 бөлімнен тұрады. Бірінші, жалпы тексеру. Бұл кезде біз малдың көрінетін кілегей қабықтарын тексереміз. Тері және тері туындыларын, лимфа түйіндерін тексереміз және дене температурасын өлшейміз. Екінші, арнайы тексеру. Арнайы тексеруде біз жүрек қан тамырлары, тыныс алу жүйесі, ас қорыту жүйесі, зәр шығару жүйесі, жүйке жүйелерін тексереміз. Үшінші, ерекше тексеру. Физика-химиялық, микроскопиялық, серологиялық, аллергиялық тексерулер жүреді. Оқушылар, келесі кезеңде малдың клиникалық әдістерін қолданып көрейік. Өзіндік жұмыс тапсырмасы. Дәптерге жұқпайтын аурулардың стоматит өңешінің қабынуын кестесін толтыру. Дене қызуының мөлшерін, тыныс алу жиілігін кестесін дайындау. Клиникалық әдістер диаграммасын толтыру. Оқушылар, осымен сабағымызды қорытындылайық. Келесі сұрақтарға жауап беріңіздер. Клиникалық диагностика дегеніміз не? Диагноз дегеніміз не? Болжау түрлерін атаңыз. Үй тапсырмасы. 224-240 бетті оқып қайталаймыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.